Onun ben anығын бәрін айтып көріп. Анық ақиқат халық. Иә, барын айттыңыздар. Халықтың дау-дамайын жеткізген дұрыс та бәрі. Ассаламағалейкум. Ассаламағалейкум. Қазақ елі. Біз қазір Түркістан облысындағы Сарыағаш ауданы Қызылжар ауылдық округіндегі халықтың ауыз суға қол жеткізе алмай жатқан ауыз су мәселесі бойыншағы жаңағы жан айқайын сіздерге және үкімет басшыларына жеткізгіміз келеді. Себебі бұл жерде біздің білуімізше ксерк көшірмелерін көрген құжаттарда жаңағы 2019 жылы 805 миллионға жуық қаржының есебін немесе жауабын ала алмай жатқан тұрғындардың жаңағы өзінің арыз шағымдары бар екен. Бұл тікелей эфир, тікелей президент аппаратына, Қасым-Жомарт Тоқаевтың атына, бас прокуратураның атына біз жолдайтын боламыз. Халық айтсын не болып жатқанын. Ассаламағалейкум. Аты жөндеріңізбен жаңа барын айта беріңіз. Су тартамыз деп қуантып халықты былтырғы жылы барлық жерде қазып шлангілерді тартып крандарды кейбір үйлер орнатып дайындап проб жасаймыз ғана сол қайтып көрінбей кетті. Су да жоқ, ол жаңа істеп жатқан азаматтар да жоқ. Содан бері сыртекі естіп жатырмыз, су келіп жатыр, үймемей халық ішіп жатыр деген дақпырт, бірақ оны біз анық-қанығын білмейміз. Судың жоғы рас. Енді ол қаншалықты кім кінәлі, кім бұл қателікті жіберді, ондан біздің хабарымыз жоқ. Су жоғы анық. Біздің білетініміз осы. Ибат Нұралымын осы былтырдан бері су жөнінде жан айқай болып жатыр. Су жоқ. Көріп осыларыңыз барлығыңыз. Осы мәселемен әйтеуір осының тур жолын шешіп беруіңізді сұранамыз сіздерге. Бізге су керек. Жаңа айттыңыздар ғой, қаражат жаңа қабылданып кеткен, ол қаражаттың жауабы жоқ. Прокурорға кірсек, прокурор ЖКХ-ға жолдайды, ЖКХ прокуратураға жолдайды дегендеріңіз айтсаңыздаршы. Қанша уақыттан бері су жоқ бұл елді мекенде, ауылдық округте? Бір жылдан бері. Қай жақтан тасып ішесіздер суды? Сіздерге алып кетіп береді? Бір водовоз 4000 теңге сатып аламыз. Сатып алып ішесіздер суды? Сатып алып ішеміз. 15 күн 20 деді. Таза емес екен, білмейміз оны. Түсінікті. Бізге таза су әкеп берсе. Енді жаңағы аудан әкіміне, облыс әкіміне барып айттыңыздар ма осы мәселені? Хат жолдап, шағымданып? Үсті адамдар айтып атқан шығар. Кімге барарымызды білмейміз ғой бұл. Түсінікті. Біздің адамдары бар шығар, оны айтатын жері. Бізге су әкеп берсе болды. Жаңағы сол неге кіріп шыққандарыңызды сіз ғой енді жаңа жүрген. Соның бәрін толық қанығын айтып берсеңіз жаңа. Мен Қызылжар елді мекен тұрғыны Бектұрған Нұрғали Орынович. Осы арызды жазуға себеп болған нәрсе ауылды мекенімізде бойынша су келмеген болатын болған жүйесі тартылып, су келмегеннен соң 20 желтоқсан 2019 жылы ауылдасына қол қойып қабылдап жіберген естідік. Содан бері қарай ауылда өзіміз арызданып, шағымданып, аудандық прокуратураға, ЖКХ-ға жауабын алдық. ЖКХ-ның жауабы бойынша 12 июнь 2019 жылы жаңадан келген басшы Ержан Исмаилов прокуратураға өзінің нөмір 392 нөмірлі хатын жолдаған для изучения. Сондықтан прокуратура осы күнге 2,5 айдан бері әлі осы күнге жауап бермейді.
Екі органның ортасында ары бері сандалып шаршадық. Халық не су жоқ, ішетініміз жоқ, ішіп жатқанымыз технический суды мына ауданымыздың аудан әкімінің орынбасары Смайыл Тасқұловтың үйіне не келіп тұр. Технический суды. Сонымен жас балдарды приоритет қандай Енді жаңа сіз айтып жатсыз ғой, 2019 жылы қабылданып кеткен жаңағы қаржылар бойынша. Қабылданып кеткен қаржылар бойынша. Мысалға қазір сіздерге хат берген. Төрағасы қайтып кетті. Бақыт өзімізді сол кісінің айтуы бойынша, сол кісінің өтінішімен арызданып, осыны қолға алып жатырмыз. Осы жаңағы қабылдау актісіне қабылдағандардың заказчик ретінде ЖКХ-ның бастығы, технический надзордың бастығы, авторский надзордың бастығы, бас мердігер болған. Жалпы жаңағы қабылдап алынған ЖКХ тарапынан, дұрыс па? Алайда су жоқ. Басы су үшінші басы ауысқан. 20 декабрь 19 жылы қабылданған. Иә, 2019 жылы 20 декабрь қабылданған. Содан прокуратура алған хатқа жауап бере алмайды, 2 жарым айтылды. Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының нұсқаулығының талабына сәйкес арызға Қазақстан Республикасының тиісті болатын. Бірақ енді мемлекеттік органдардың арасындағы хатқа қаншалықты жауап беретіндігін білмейміз. Негізі бір айдың көлемінен артық тексеру болмау керек сияқты себебі. Қандай да бір тергеу амалдары басталған туралы сіздер білмейсіздер? Хабарымыз жоқ. Негізі біз жаңа облысқа, республикаға қорқа қарсы күрес агенттігіне жолдадық, прокуратураға жолдадық, облыстық және бас прокуратураға, жаңағы областный финконтроль аудитке жолдадық. Осы мәселелерді тексеріп жүрміз. Жауап әзірге жоқ. Жауап әзірге жоқ. Енді жаңағы сіз айттыңыз ғой, колодецтер бойынша жаңағы бір көрсетіп жатқан шығып тұрған нелер бойынша. Сайын жерлерде су жиналатын жерлерде жаңбыр жауған екен, осы жаңағы люктарға су жиналып осадка беріп жатыр. Қараусыз қалды. Жаңа сіз өзіңіз қай жерлерде өздеріңіз тұрғындар айтып жатыр ғой, аталарым, иә? Жаңағы 15 мың теңгеден ма қаншадан жинап өзіміз тегістедік деген. 15 мың теңгеден жинап, барлық өздері неғып осы жағалауына қайтадан топақ салып, сағал жинап Жалпы қазіргі таңда осы күнге бір жылдан бері ауылда ауыз су жоқ. Сатып аласыздар, иә? Кім айтты оны? ЖКХ-ның бастығы Ержан Смайыл. Бұл прокуратураға бардым. Прокуратура сіздің ЖКХ-ның письмосына жауапты өздеріне береміз, сізге бере алмаймыз, ақым жоқ менің деді. Осы мен 2 марта бардым. Кім айналысып отыр осы мәселемен дегенде олар жаңағы ЖКХ-ның бастығы маған машина жіберіп, прокуратурадан алдырып, қайтадан өзінің приемына қабылдады. 2 марта осы мәселені айттым. Ол кісі айтты, аудан әкімі өтініш жасап жатыр. Мынау суды жаңағы бізге қажет ету үшін су насосын қоямыз. Бірақ су насосын қойғанда ақша игеріліп кеткен. Игеріліп кеткен екен, әр жерімізде төбе қырмызы сайлы жылдармен келу үшін насос қоймаса болмайды. Оны су насос қойғанның өзінде де жүйе тексеріліп көрмеген, әр жерден су ағып кетуі мүмкін. Осындай ақаулары бар. Сондықтан биылғы жылы бұл тұрып бітпейді, ендігі жылға қалады деп айтты. Ол ауызша айтылған сөз болып тұр ғой. Ауызша айтылған сөз мен приемді екеуміздің арамыздағы әңгіме ғой. Жаңағы официально берілген жауабы, жаңағы қағазды өздеріңіз көрсеттім. Копиясын сіздерге беріп жіберейін. Түсінікті, рахмет. Басқа ештеңе айтпайсыздар ма? Құрметті қазақ елі, біз қазіргі таңда осы Сарыағаш ауданы Түркістан облысындамыз. Бұл жерде бұл кісілердің айтуы бойынша қазір 805 миллион қаражат бөлінген деп айтып жатыр. Бізге қазір қағаз түрінде бір жазбалар, шағымдарын жазып беріп жатыр. Бұны біз ресми сайттарымызда, агенттігімізде жариялайтын да боламыз. Қазіргі таңда міне карантин деп жатырмыз. Не дейді, пандемия дедік. Бірақ Сарыағаштағы Қызылжар ауылдық округі ауыз суға зар болып өтіп, тоннасын 4000 теңгеден сатып алып жатырмыз деген
осындай үлкен аталарымыздың жаңағы өкпелері, шағымдары, өтініштері айтылып жатыр. Бұл жерде енді біз неге тікелей президент аппаратына жоғарыға деп жатқан себебіміз, әрине бар ғой, облыс бар, аудан бар. Алайда бұл кісілер ауданға жазып, ауданға айтып, прокуратураға, орган қызметкерлеріне айтқаннан кейін, ол кісілердің өзі бұл мәселеге бейжай қарап жатыр деген сөздерінен кейін бізде де қандай да бір күдік, қандай да бір ауыз жаластық бар шығар деген оймен тікелей бұны республика қадағаласа деген ниетпен айтып отырмыз. Себебі, құрметті қазақ елі, 805 миллион деген ол бір ауылдық округке азғантай ғана ақша емес. Егер 20 мың теңге, 30 мың теңге болса, оны ауыл әкімінен сұрап, ауыл әкіміне айтатын едік қой. 805 миллионның қайда жұмсалғаны, ауыз су қайда екенін қадағалаңыздар, көріңіздер, іздеңіздер орган қызметкерлері. Өздеріңіз білесіздер, қателеспесем 2019 жылы Дариға Назарбаева қызметінен кетпей тұрған кезде ауыз суға бөлінген 540 миллиард қаражат жоғалып кеткен деп ресми телеканалдардан ресми айтқан болатын. 540 миллиард дәл осындай 805 миллион тағы да әр ауылдық округта, ауданда, облыста өсіп желініп кеткен көрінеді. Оны сол кезде Дариға Назарбаеваның өзі официально ресми айтқан болатын. Құрметті үкімет басшылары, дәл осы мәселе бойынша мен ойлаймын, біздің өтінішіміз, жаңағы сұраныстарымыз бейжай қалмайды. Прокуратура тарапынан, орган қызметкерлері тарапынан бұл міндетті түрде тексеріліп, 805 миллион қайда кеткенін, ауыз су неге берілмегенін, ауыз су жоқ болса да кезіндегі сол орысша айтқанда ЖКХ дейміз ғой, бөлім қабылдап алған туралы тексеріс жүргізіп, тиісті адамдарға тиісті заң аясында шара қолдануларын сұраймын. Көңіл бөліп, назар аударғандарыңыз үшін рахмет. Бұл түсірілім Түркістан облысы Сарыағаш ауданы Қызылжар ауылдық округінің халқы сол жерден түсірілген бейнематериал. Қосымша бұл мәселелерді ресми тағы да біз жариялайтын боламыз. Әзірге сау сәлеметте болыңыздар.